Адам ұйықтап бара жатып неге селт етеді? Саусақ қытырлату зиян ба? Ұйықтап бара жатып өздігінен селт етудің бірнеше себебі бар, бірақ бұл ең қызықтысы және ең қисындысы. Адам тез ұйқыға еніп, тыныс алуы баяулаған сәтте, ағза адам өліп бара жатыр деп ойлап қалады. Сондықтан қорғаныш механизмі іске қосылады. Ми рефлекторлық деңгейде аяқ қолға жиырылып, адамды оят деген белгі береді. Ол ұйықтап кету мен өліп кету арасында айырманы көрмейді. Өзін өзі сақтау инстинкті әрдайым іске қосылады. Сол себепті селт еткен соң біз оянып, бәрі дұрыс па деп тексеріп көреміз. Ал кейін көзіміз жеткен соң қайта ұйқыға кетеміз. Мұның алдын алу үшін ұйқыға барынша байсалды ену керек. Мысалы, ыстық ваннаға түсіңіз, немесе массаж жасадыңыз. Миға күш түсірмеңіз, әйтпесе ол сізді дереу оятады. Біз тоңған кезде қалтырайтынымыз да сондықтан. Ми біз жылынуымыз үшін механизмдерді іске қоса бастайды. Қалтырау солардың бірі. Бұл бұлшық еттердің де жиі жиырылуы, ал бұлшық еттер жұмыс істегенде жылу энергиясын бөледі. Саусақты қытырлату зиян ба? Калифорниядағы Дональд Унгер атты ғалым буындарды қытырлату артритке ұласпайтынын дәлелдеді. Қандай әдісті қолданды дейсіз бе? Унгер мырза осы теориясын дәлелдеу үшін 60 жыл бойына тек сол қолының буындарын қытырлатумен әлек болыпты. 60 жылдан кейін оң қолының да, сол қолының да жағдайы бірдей екеніне көз жеткізген ол, ғылыми қауымдастықтан сүйінші сұрауға асықты. Осы жаңалығы үшін 2009 жылы Нобель сыйлығының иегері атанды.